Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін міне бір партия дәрі-дәрмектеріміз жетті. Арман аға, сізге Аллах разы болсын. Бізге келіп жеткен дәрілердің қатарында меропренем және дексаметазон препараттары бар. Адам өміріне сынамасы салуға қауіпті болғандықтан біз арнайы дәрігерлерге осыны тапсырып береміз. Себебі сынама өткізу арқылы реанимацияда жатқан ауыр дәрежедегі науқастарға салыну қажет болып табылады. Бұлардың саны шектеулі. Қалған дәрілерді иншаллах инста парақшасынан көріп аласыздар. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатуху. Аманатыңызды жеткіздік, бұйырса науқастарға шипа болсын. Мен осы 14-ші емдеу орталығының провизорлық орталығының заведующі Әйгерім Бақытқызы. Сіз берген Арман аға дәрілердің бәрін қабылдап алдым. Иншаллах осы дәрілер өз керек науқастарға барады, аманатыңызға қиянат жасалмайды. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Ордабасы ауданы Темірлан елді мекен больницасына Арман Жұмағалиев ағамыз Стамбулдан дәрі жіберіп жатыр. Біз Темірлан реанимационный врачына біз тапсырып жатыр. Ағайындар, рахмет. Халыққа емге шипаға болсын. Алла разы болсын. Әмин. Шымкент қаласындағы номер 2-ші қалалық аурухананың провизорный стационардағы прием покойда кезекші дәрігер Азбердиев Мұхит болам. Мынау демеуші болып, қолдаушы болып жатқан Арман ағамыз, Арман бауырымызға алғысымызды білдіреміз. Шымкент қаласындағы доктор Ардақ клиникасы бізге Арман ағамыз қатия ретінде, яғни тегін маска, перчатка және аналогымен гидрол, муфацин дәрі-дәрмектерін жеткізді. Тегін. Сол үшін үлкен алғысымызды білдіреміз.